Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге осындай тез үй жағдайында дайындалатын кек рецепттерімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен осылай бір жұмыртқамызды саламыз. Аздаған шым-шым тұз саламыз. Және де 80 граммдай қант саламын. Ванилин саламын. Енді осыларды жақсылап меншіктің көмегімен араластырып аламын. миллиграммдай сүт құямыз, және де 70 миллиграммдай сұйық май құямын. Меншіктің көмегімен араластырып аламын. миллиграммдай ұнымызды саламыз да, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мінекей осындай сұйық массамыз шықты. Енді осыны барлығын формаға саламыз. Мінекей осындай формочкаға салып болдым. Енді қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 25 минутке пісіріп аламыз. Осындай керемет болып шығады. Формочкасымен өте әдемі гүлдің формасы болып шықты. Сіздер де үй жағдайында жасаңыздар. Күшті болып шығады. Жұмсақ, әрі дәмді, тез бір шайда желініп қояды. Үстіне осындай сахарный пудрамен әрлеуге болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.